Сәлеметсіңдер ме оқушылары, қазақ тіл сабағы 2-ші сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Бүгінгі 38-ші сабағымыздың тақырыбы мәтіннің тақырыбы және мәтіндегі негізгі ой дегеніміз не деп аталады. Бүгінгі сабақта мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықтауды үйренетін боламыз. 6-шы жаттығуда мәтін берілген, мәтінді мұқият оқиық. Менің інім Негеш сияқты көп білгісі келетін, сұрақты көп қоятын бала. Бүгін мені сұрақтың астына алды. Сынып деген не? Сенің сыныптастарың кімдер? Мектепте сабақ беретін кісіні кім дейді? Мен бірден жауап бере алмай тосылып қалдым. Сен қалай жауап берер едің? Енді төмендегі тапсырмаға назар аударайық. Оқығаныңның мәтін екенін дәлелде. Мәтіннің тақырыбын анықта, мәтінде